Мен жеңімнің телефонымен Қаржаубаймен сөйлестім. Ол срочно магазинге келші деп айтты. Дүкеннің алдына келген кезде бір жігіт жүрді, шапка киіп алған. Ол Дархан деген жігіт екен. Ол Шерзатпен ерегесіп тұрды. Мен Шерзаттан не болды деп сұрадым. Шерзаттың айтуы бойынша магазинге зарядка алуға келіп едім. Дархан деген жігіт әкесіне дөрекі сөйлеген екен. Шерзат оны көріп тұрыпты, сосын ақырын зарядкасын алып дүкеннен шыққан. Содан кейін Дархан да дүкеннен шыққан. Сыртта сырасын ішіп тұрған. Шерзат оның қасына келіп, аға кетпейсіз ба, әкемен неге дөрекі сөйлеп жатырсыз деп жай сұраған. Сол кезде Дархан дөрекі жауап берген, шешесіне тіл тигізіп балағаттаған. Сол үшін Шерзат оны шыдамай ұрып жіберген екен. Әрі қарай мен жағдайды түсіндім. Одан кейін Дарханға жақындап, не болды бауырым, не керек, қалай шешейік жігітше дедім. Ол маған андай қыламын, мындай қыламын деп сөзге келмеді. Мен оған ертең сау күйде сөйлесейік дедім. Ол сөзге келмей телефонын алып Нұрболға звондады. Нұрболды бұрын бір ауыл болғандықтан көшеде орталықта көргенмін. Шамамен 2-3 минутта Нұрбол деген жігіт гольф маркалы автокөлікпен келді. Олар екеу болып келді. Автокөлікті бір бала басқарып отырды, атын білмеймін. Нұрбол автокөліктен түсіп, мен хуторскиймін, мені танисың ба деген сияқты әңгіме болды. Мен